Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі 9-шы сынып алгебра пәнінен тригонометриялық өрнектерді тепе-тең түрлендіру тақырыбын қарастырамыз. Оқу мақсатымыз тригонометриялық өрнектерді тепе-тең түрлендіруді орындау. Алдыңғы сабақтарда қорытып шыққан негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктері және келтіру формулаларымен тригонометриялық функцияларды қосу және тригонометриялық функциялардың көбейтіндісін қосындыға түрлендіру формулаларымен, қос бұрыштың және жарты бұрыштың формулаларымен таныстыңдар. Енді бүгін біз сол негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерді қолдану арқылы есептер шығаруды, тепе-теңдіктерді өзара бір-бірінен ажырату үшін формулаларды қолдануды, есептерді әртүрлі тәсілдермен шешуді қарастыратын боламыз. Жаңа сабақты бастамас бұрын өткен сабақтар бойынша тригонометриялық функциялардың қасиеттері мен формулаларын қайталап алайық. Бірінші, тангенс альфа көбейтілген котангенс альфа теңдігі 1-ге тең, негізгі тригонометриялық тепе-теңдік. Екінші, косинус квадрат альфа азайтылған синус квадрат альфа теңдігі косинус 2 альфаға тең, қос бұрыштың формуласы. Үшінші, 2-ден 1 көбейтілген жақша ішінде 1 қосылған косинус 2 альфа тең болады косинус квадрат альфа дәрежені төмендету формуласы. Төртінші, y-тен косинус x функциясының ширектердегі таңбалары. Бірінші және төртінші ширекте плюс таңбасы, екінші және үшінші ширекте минус таңбасы. Бесінші, тригонометриялық функциялардың тақ жұптығы. Косинус жұп функция, синус, тангенс, котангенс, тақ функциялар. Алтыншы, тангенс пи азайтылған альфа, келтіру формуласы, мәні минус тангенс альфаға тең. Жетінші, синус 270 градус қосылған альфа, бұл да келтіру формуласы, мәні минус косинус альфаға тең. Сегізінші, косинус альфа қосылған бетта тең болады косинус альфа көбейтілген косинус бетта азайтылған синус альфа көбейтілген синус бетта. Екі бұрыштың қосындысының косинусы. Соңғы 9-шы, синус альфаны көбейтеміз косинус беттаға тең болады 2-ден 1 көбейтілген жақша ішінде синус альфа қосылған бетта қосылған синус альфа минус бетта көбейтіндіні қосындыға түрлендіру. Біз енді негізгі тригонометриялық тепе-теңдікті қолданып біраз есептерді шығарып көрейік. Бірінші есеп, өрнекті ықшамда. Бірінші жақшаның ішінде 1 азайтылған косинус альфа, көбейтілген екінші жақшаның ішінде 1 қосылған косинус альфа, азайтылған синус квадрат альфа плюс 2 өрнегін ықшамдайық. Негізгі тригонометриялық тепе-теңдік көп жағдайда қысқаша көбейту формулаларымен өрнектерді ықшамдауда қолданылады. Яғни бұл өрнекті ықшамдауда квадраттар айырымының формуласын қолданамыз. Екі өрнектің квадраттарының айырымы олардың айырым мен қосындысының көбейтіндісіне тең. Сонда өрнегіміз төмендегі түрге келеді. 1 азайтылған косинус квадрат альфа, азайтылған синус квадрат альфа, қосылған 2. Тең болады 1-ге 2-ні қосамыз 3, минус косинус квадрат альфа, минус синус квадрат альфаны, минус таңбаны жақшаның сыртына шығарып, жақшаның ішіне косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфа деп жазамыз. Косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфа негізгі тригонометриялық тепе-теңдік, яғни 1-ге тең. 3 азайтылған 1 тең 2-ге, жауабы 2. Келесі есеп. Егер тангенс альфа тең 5 болса, онда бөлшектің алымында синус альфа қосылған косинус альфа, бөлімінде синус альфа азайтылған косинус альфа. Өрнегінің мәнін есепте. Ол үшін бөлшектің алымы мен бөлімінің әрбір мүшесін косинусқа бөлейік. Және тангенс альфа синус альфаның косинус альфаға қатынасы екенін ескеріп, оны өрнегіміз төмендегідей түрге түрленеді. Бөлшектің алымындағы синус альфаның косинус альфаға қатынасы
қосылған косинус альфаның косинус альфаға қатынасы, бөліміндегі синус альфаның косинус альфаға қатынасы минус косинус альфаның косинус альфаға қатынасы. Синус альфаның косинус альфаға қатынасы тангенс береді, ал косинус альфаның косинус альфаға қатынасы 1-ді береді. Сонда бөлшек алымында тангенс альфа қосылған 1, бөлімінде тангенс альфа азайтылған 1. Берілгені бойынша тангенс альфамыз 5-ке тең. Орнына қоямыз. Алымында бөлшектің 5 қосылған 1, бөлімінде 5 азайтылған 1. Тең болады 4-тен 6. 2-ге қысқартамыз 2-ден 3. Тең болады 1,5-ке. Келесі есеп. Тепе теңдікті дәлелде. Жақша ішінде 1 қосылған тангенс альфаның квадраты қосылған жақша ішінде 1 азайтылған тангенс альфаның квадраты тең болады 2 бөлінген косинус квадрат альфа. Тепе теңдігін дәлелдеуді теңдіктің сол жағын түрлендіру арқылы оң жағына тең өрнекті шығару түрінде жүргіземіз. Бұл жерде екі өрнектің қосындысының және айырымның квадратын формулаларын қолданамыз. Екі өрнектің қосындысының квадраты бірінші өрнектің квадраты мен бірінші өрнек пен екінші өрнектің екі еселенген көбейтіндісі және екінші өрнектің квадратының қосындысына тең. Ал екі өрнектің айырымның квадраты бірінші өрнектің квадраты минус бірінші өрнек пен екінші өрнектің екі еселенген көбейтіндісі және екінші өрнектің квадратының қосындысына тең. Сонда біздің тепе теңдігіміздің сол жағынан аламыз 1 қосылған 2 тангенс альфа, қосылған тангенс квадраты альфа, қосу 1 азайтылған 2 тангенс альфа, қосылған тангенс квадраты альфа. 2 тангенс альфа минус 2 тангенс альфа жойылады. 1-ге 1-ді қосамыз 2. Тангенс квадраты альфа қосылған тангенс квадраты альфа 2 тангенс альфаға тең. 2-ні жақша сыртына шығарамыз. Сонда жақшаның ішінде 1 қосылған тангенс квадрат альфа. 1 қосылған тангенс квадрат альфа дегеніміз 1 бөлінген косинус квадрат альфа. Негізгі тригонометриялық тепе теңдік. Орнына қоямыз. Сонда 2 бөлінген косинус квадрат альфа. Келесі мына түрдегі есепті шығарайық. Косинус альфа көбейтілген косинус бетта тең болады 2-ден 1. Альфа қосылған бетта пи бөлінген 3 болса, онда 5 көбейтілген косинус альфа минус бетта нешеге тең. Бұл жерде тригонометрия функциялардың көбейтіндісін қосынды мен айырымға түрлендіру формуласын қолданамыз. Яғни косинус альфа көбейтілген косинус бетта тең болады 2-ден 1 көбейтілген жақша ішінде косинус альфа қосылған бетта қосылған косинус альфа минус бетта. Теңдіктің сол жағында косинус альфа көбейтілген косинус беттамыз берілгені бойынша 2-ден 1-ге тең, ал альфа қосылған беттамыз оң жағындағы пи бөлінген 3 орнына қоямыз. Сонда мына өрнекті аламыз. 2-ден 1 тең болады. 2-ден 1 көбейтілген косинус пи бөлінген 3 қосылған косинус альфа минус бетта. Өрнектің екі жағында 2-ден 1-ге бөлеміз, немесе 2-ге көбейтеміз. Және оң жағы мен сол жағын ауыстырып жазамыз. Косинус пи бөлінген 3 қосылған косинус альфа минус бетта тең 1-ге. Косинус пи бөлінген 3 2-ден 1-ге тең. Ендеше косинус альфа минус бетта тең болады 1 минус 2-ден 1. Косинус альфа минус бетта тең болады 2-ден 1-ге. Есептің шарты бойынша бізге табуымыз керек 5 көбейтілген косинус альфа минус беттаны. Ендеше тепе теңдіктің екі жағында 5-ке көбейтеміз. 5 көбейтілген косинус альфа минус бетта тең болады 2-ден 1-ді 5-ке көбейткенде 2,5 шығады. Ал енді бүгінгі сабақтан алған білімдерін мен біліктерінді үй тапсырмасын орындағанда дұрыс қолдана білесіңдер деп ойлаймын. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.